Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы сүйікті әжем. Сабағымызды бастайық. Келесі бейнежазбаға қара. Мәпелейсің, аялап мені, еркелеймін, өзіңе әжетай, іздеймін күнде, оянып сені, тыңдаймын ғой, сөзіңде әжетай. Жанымда өзің барда, қуаныш сезем, жетелеп жүрсің алға, аяулы сендей боп ән саламын ертең, сендей әсем әже жоқ ешкімде, мен өзіңдей боламын ертең, ақылды болам өзіңдей өскенде. Жанымда өзің барда, қуаныш сезем, жетелеп жүрсің алға, аяулы әже. Жанымда өзің барда, қуаныш сезем, жетелеп жүрсің алға, аяулы әже. Жанымда өзің барда, қуаныш сезем, жетелеп жүрсің алға, аяулы әже. Сонымен оқушылар, біздің тыңдаған әннен байқасақ, бүгінгі тақырып әже туралы. Айгүлдің әңгімесін түсініп оқыңдар. Ол 52 және 54 беттерде орналасқан. Оқушылар, мәтінді оқығандарың бағаланады. Яғни, дескрипторға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқуың 2 балл, сөздерді толық буынға бөлмей оқуың 2 балл. Яғни, оқыған сәтіңді диктофонға жазып мұғалімге жібер. Сүйікті әжем әңгімесін кім жазған? Кестеге сүйеніп әңгімеле. Дәптермен жұмыс. Қазанның 16-сы үй жұмысы. 7-ші тапсырма 55-ші бет. Сен Айгүлдің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды, өз ойыңды білдір. Яғни, оның орнында сен болсаң не істер едің? Сол туралы 1-2 жол жазып жібер.